Баршаңызға сәлем, сіздермен Олжалғас. Бүгін мейрамханада өзінің арнайы соусымен жасалынатын оригинал Цезарь салатының рецебін ұсынбақшымын. Менімен бірге жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетулеріңізді сұранамын. Бізге керекті азық-түліктер: пекин капустасы, негізі айсберг капустасын қолданғандарыңыз үшін, жапырағы жұмсақ, бұл әдемі болып келеді. Чили помидор, бөтене жұмыртқасы, тауықтың төс еті, сары май, чеснок, багет нан, майонез және осындай дәмдеуіштер мен соевый соус керек. Ол осы тауықтың етін маринадтауға қажет. Кез келген осындай фольганы аламыз. Сосын осының үстіне тауықтың төс еті, яғни грудинканы маринадтаймыз. Бөлек ыдысқа салып, кейін маринадтап, одан кейін пісіріп алсаңыздар да болады. Мен осының үстіне маринадтауға жөн көрдім. Китайский соль, паприка, кориандр, қара бұрыш, қызыл бұрыш. Мендегі приправа для гриль, для карачка, для курица, кез келген приправаны қолдансаңыздар болады. Тұз бен жәнегі осындай китайский соевый соусты 2-3 каплет тағымызды барлық жеріне тигізе отырып, осылай жағып шығасыздар. Барлық жеріне жағып болғаннан кейін 30 минутқа маринадтап қоямыз, яғни демалдырамыз. Одан кейін шет-шетін осылай, себебі су ағып кетпес үшін бортик жасап 180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз қызарғанша. Одан кейін осындай менде багет нан, сармай, татарский сармайын қолдандым. Сосын 4 чеснокты осылай теркадан немесе чеснокты езіп алып, осылай микроволновкада ертіп аласыздар. Сосын мен багет нанын қолдандым. Кез келген нанды алсаңыздар болады. Негізі багет нан мен сухарики әдемі шығады. Неке осылай майдалап турап алдым, екіге бөліп. Мен барлық нанды жасадым, себебі балдар кирешки есебінде және үй іші сухарики, осы сухарикені жақсы көреді. Үйде қалған нандарды осындай сармаймен, чеснокпен, кез келген приправаны қосып, осылай сухарики жасап қойсаңыздар, барлықтарының көңілінен шығады. Мінекей барлығы майдалап, ерітілген сармай мен чеснокты осылай барлық жеріне тигізе отыра, щетканың көмегінен жағып алдым. Сосын екінші бетін қайтардым, аударып алып, және де сармайды барлық жеріне тигізе отыра жақтым. Сосын 180 градуста 5-7 минут сары қызыл болғанша қызартып аласыздар. Мінекей арнайы өзінің соусын жасаймыз. Бізге 100 грамм майонез, кез келген майонез жарай береді, жарты лимон, 2 зубчик чеснок және 2 зубчик чили помидорын саламыз. Сосын петрушка мен укроп, 20 грамм сыр саламыз. Барлығын салып, блендер көмегімен осылай езіп аласыздар. 2-3 минут. Басы бірігіп, барлығы араласып осылай езілгенше. Мінекей пекин жапырақтарының жұмсақ бөлігін, яғни бастапқы бөлігіндерін осындай ірі-ірі етіп қолдың көмегімен қырғып шығасыздар. Қалың бөліктерін алмайсыздар, тек жұмсақ бөліктерін. Мінекей барлығын осылай қырқып алдым. Сосын жаңағы жасалынған өзінің арнайы соусын салып, басын біріктіріп, жақсылап қолдың көмегімен жеңілдетіп езбей араластырасыздар. Бұл жерде мендегі капусталар 2 тарелкаге арналған, 2 порцияға арналған. Міне маринадымыз осылай қызарып, әдемі болып пісті. Менде қазір ыстықтай күйінде асығыс болғандықтан турадым. Негізі суытып турасаңыздар өте әдемі болып туралады. Бір тарелкаге 5 грудинканың өзі жеткілікті, 5 кусок. Мінекей осылай тонкий қылып, әдемі болып ірі-ірі қылып турайсыздар. Ортасы осындай аппақ болып әдемі болып пісу керек, біркелкі етіп.
Бөтене жұмыртқасын осындай ортасынан бір бөлікке бөлесіздер. Теңдей бөлесіздер. Және чили помидорын тоже осылай ортасынан бір бөлікке бөлесіздер теңдей. Сухарикилеріміз сосын сары қызыл болып шығу керек, қатты қызартып жібермеңіздер. Сосын әдемі 2 тарелкаге осылай ортасына жинай отырып, үстіне осылай саламыз. Яғни ортаға үйіліп тұру керек. Міне 2 тарелка шықты менде. Ортаға осылай жинаймыз. Яғни жоғарыға биік болып тұру керек. Одан кейін барлығынан 5-5 штуктан осылай сәндеп шығамыз. Тек қана бетіне ғана қойып шығамыз. Бетіне бальзамический креммен әсемдеп, сосын теркадан пармезан сырын бетіне осындай қар секілді сеуіп, дастарханға ұсынасыздар. Ас болсын.